Одан кейін адам жерлеген жерде әйел зираттың басына бармайды дейді. Неге? Өйткені әйелдің жүрегі нәзік. Ең жақын біреуді жердің астына, жер қойнауына, қара жерге беру ауыр. Бұл әйел түгіл еркектердің жүрегі ауыратын дүние. Сондықтан әйелдердің жүрегі қатайып кетпесін, әйелдер өзі нәзік, сол нәзіктігін жоғалтып алмасын деп әйелдерді сөйтеді. Әйелдер жұмыс істемесін дегендегі де сол. Енді қазір бәрі шығып кетті ғой. Мысалы, әйелді жұмысқа шығарсаңыз, саудада істеген әйел менен үйде отырған әйелдің айырмашылығын өзіңіз байқап көріңізші. Мал баққан әйел менен, жай грузчик әйел менен простой әйелдің разницасын көріңізші. Қандай болады? Бәрібір әйел адам, әйелдің ол кішкене несін жоғалтады, еркектерді боқтап, айдап жүрген адам қалай болады? Онсыз ол жұмыс істей алмайды. Сондықтан әйел адам шамасы бағатын адамы болса дейді. Енді бағатын адам жоқ болса не істейсің енді? Бағатын адам жоқ болса балаларды асырау керек қой енді. Әйел адам үйде өле берсін атаңа береді балалардың бәрі демейді ғой. Істейсің, амал жоқ. Бірақ